Қысқасы енді байқамаға жазылғандар бітті, оны тыңдап алдыңыздар. Сонымен бірге қазір енді бізде өз өнімді білсек деп мына жерде жарыс сөзге жазылған біраз азаматтарымыз бар, ағаларымыз бар, қатарластарымыз бар. Енді сөз кезегін сөйлестіре керек, арада тағы да сөйлейтін достар сосын конференцияның ұсынысын жариялайтын боламыз. Алғаш сөз кезегінде шығамын деп жүргеніп отырған Қызырбай Рахман ағамыз, бұл кісі Құдайберді Төленің әулеті, ал қыз екен. Қандай? Assalamualaikum құрметті отырғандар, үлкен кіші қарындастар. Ағаларымыздың жастарымызға бақытты өмірге салып берсін. Бүгін міне Қызылжар шайқасының осы Қызылжарда болғанын тұрақтастыру осы мешітіне қатынасып отырмын. Мен арғы-тегім Әлжәметтен одан жады, одан шығай, одан оңды жағды. Одан қайда көшөктен дөкөй, одан бұлай менде, одан күрсін, одан көшіп, одан әрдені самалы келеді. Мен содан бері қарай есептегенде, Әлжәметтен бері қарай 21-ші бабы, Шыңғысханнан бері қарай 32-ші бабы келеді. Мен Құдай көресін. Саманның ұрпағының Саман өзінде 29 жыл болған. Бәлкім жаңағы Омар түрі Абылқайырдың қарасы болу керек. Енді анау Жайсанның бойында Абылғазы түрінің ұрпақтары бар, ода әдісінің қарасы. Көктоғайда Олайдылланың балалары бар, кейін Жақая бейсілеген бейсі болған, түріліктен бар. Сол барлығымыз бір әбеттің арасымыз. Маған жол бергендеріңіз рахмет. Қазақ пен қалмақ арасында өріс қонысқа тарасқан соғыс шындығында ғасырдан артығырақ уақытқа созылды. Әсіресе Қарақорайдың Барасы Батыр Қоңтажын уағында тіпті қиындасып кетті. Ол Қоңтажын уағында 1640 жылдар Тарбағатайда ойрат қалқамұңғылдармен және Торғауыттар одағын құрып, барысында қазақ қалмақ арасындағы Шұрайлы жеріне қарасу қақтығысынан 1723-ге шейін жалғасып кетті. Тіпті 1740-ге шейін 23 әр ол Шұрайлы жайылынан жібек жолында қалаларға тарасуға шейін барды. Мысалы, Сайран, Орал, Түркістан қалаларына шейін, Ташкентке шейін шәкірттер кірді. Тарихта Есім хан дәуірінен Жаңғыз хан дәуіріндегі бірнеше ретті соғыс болды. Баштарында қазақ жасақтары жеңіп шықса да, кейінге келгенде орыс қамалдарынан қару жарақ алғаннан кейін үшінші соғыста қалмақтар жеңді, Жаңғыз хан сол соғысқа қаза болды. Бұл тарихта жүр. Ал енді кейінгі Тәуке ханның орнына келген уақытта, Жаңғыз ханның Тәуке ханның орнына келген уақытта, бұл уақытта қалмақтарға әрмен соққы беріп кіргізбеді. Енді ол 1623 жылғы Батыр Қоңтаж өлгеннен кейін оның орнына отырған Сеңкін болды. Сеңкін болғаннан кейін ол Сеңкін бір кезеңде сол қалмақтың ішіндегі тақпен тәжбе тарасқан барысында ол өлді да, оның орнына Алдан Бөшікті деген бір қалмақ шықты. Оның бақтырасы Қоңыратан болды. Лекін 1660 жылдан 1698 уақытта қазақ жерінде анша үлкен соғыс болмады деген. Тарихқа қарағанда анша үлкен соғыс болды, тек қана кішігірім соғыс болды. Неге жақтан қазақтар ол кезінде бейбіт болды. Бірақ оның себебі бірінші ретте
Baktırastık bu, ikinci bette kaldan göçüktü sırtımı yana şaktın çözüzette o bir su bilir sonradan kalınma kayıtlatı aldı. Keyin bu şaktın çıkacak çocuk'a ketkenin keyin sonradan onun mallıkının eğileri vardı. Elikin o yedi eskili diye sürümünü ilgi kayıtlanmayı sonra sırtımı yana Önün sonradan taklaşıkta sonradan 1698-99 keyin 97-98 yılları Oğuz'u Ertz boyundan bir varay şaktın cimcesi Oğuz'u şu Karaş özünlerini basıp geldi. Şimdi Likin bu geldiğinde Kazak kandığı tevkü tırmandıktan tevkünün mutlu karşılığı şurak kanser değil şeklinde bıraktık o sonuçta Ukrayna'da büyüdü. Likin Ukrayna'da birge sol birliğini katlaşkan adamlar o 300'ün adamlar buradın o işte gördüğünüzce Naymanlar, Soğanlar, Albanlar, Calayırlar yani başkalarlar buradın gidip teşekkür ediyoruz. Biz böyle bir bana kızaydığımız olmuşuz. Bu Kazak'ın sokusu. Kazak halkının korumak için Kazak halkının batırları çok doğru sokusu. Bir de ağırların meseleye Noğuz'un adamın kim yediğini anlatıp başlı mesele. Özellikle biz tarihimizde tepkili yediğimiz gerektiğini koyalım. Lakin bu güzelden demektir. Yenildiğin yerinde onlar canını da malını da kurban edip can derinden kalkıp koruganlar. Sonuçta onlardan tarihin men kesiminde meşhur gerektir bu. Cansı rahmet kısmı sizin başlığınız her bu yetkililerin basılı için sanırım. Yani bu 300'ün azamatlarının, batırlarının basit dostluk yasaran yerlik körüsü. O leşkeleri bölümüne bölçekler, tevhidler, özlerini yerden alıp kendisini körüsü. Durup birse bunu azam olsunlar vaziyetteyiz. Yedince de Rasulullah'ın yazılarında azamatlar biraz var edildi. Sonradan ne ekmeğine düşünme tarafında. Ne ekmeğine özürlerimizi tak ettiğiniz belirtisebildir. Ben kelesöz payımıza bayısı var denen bir genç oldu. Tam olarak kanal haberinde kendisinin müşterisi. Bu sözü kısaydınız ya, 68 bin. Kezdir belgesine ait sonuna ait verirseniz, Maravi müşterileriniz etsin. Büyükleriniz kazanmasının tarihinin canlısı деген ойымыз бөлек өшпесе деген. Ал енді мына сіздердің бастап отырған жұмыстарыңыз 30 жыл тәуелсіздік алғаннан сенімді болған белгілі аттарды соның төңірегінде көп тарихты тексеріп жүрген азаматтар бар ғой енді соған қарағанда мынау тыңынан сонардан алынған тақырып. Сондықтан бұның болашағы да тексерілуі де көп уақыт алады, көп еңбекті еңбек керек болады. Әсіресе мына Ақсу, Қапал әкімшілігіне келіп отырған балаларым, сіздерге үлкен рахмет. Жаңағы ғалымдарға, келген адамдарға, тарихшыларға ең бірінші көмек көрсетіп тұрмын. Сол өлкенің тарихына ең бірінші сіздердің жандарыңыз ашып береді. Мен өзім мына Ильяс Жансүгіров музейінің алғашқы директорының бір жыл бойы материал жинады. Сонда архивтерде материалдардың барлығы латын менен араб несі дейді. Сонысымен жазылған. Оған біздің тісіміз батпайды оның кезінде. Совет заманында Казұқтың тарих факультетін бітіріп келдік. Бірақ енді біз әйтеуір сол осы орысша жазылғандығын аламыз, бетіндегісін. Ар жағында судың түбіндегі тереңде жатқан асылына біздің тісіміз батпайды оның. Оны айтып отырғаным, осы ары беттен келген азаматтар, көзі ашық, ғалымдар, жазушылар, ақындар, тарихшылар, осы біздер латынша мен арабша әріптерменен оқитын архивте жатқан дүниені жаңағы ел алдына шығарып, тарихқа шығарып, кітап қылып жарық көрсетіп жатырсыздар.
осы үшін сізге үлкен рахмет. Қажет, әсіресе мен саған қатты риза болғаным, Ильяс Жансүгіровтің осы 70 жыл совет заманы, 30 жыл тәуелсіздік алғанда Ильяс Жансүгіров журналист деймін, қоғам қайраткері болғанын, жазушылар одағының бірінші председателі болғанын ешкім білмейді. Соны жаңағы архивке отырып, жазып, баспадан шығарғаны үшін үлкен рахмет. Мына жаңағы андас олардың бауырымыз жазған кітапты өткен жылы презентациясы болды. Соны оқып отырып, мен бала кезімде есіме түскен әке шешемнің айтқан дүниелері есіме түсіп жатыр. Жаңа Қызылжар туралы бастапсыңдар. Сонда менің әкелеріміз 62 жылы әкемнің кіші әкесі Мәжан Қажы деген кісі болған екен, сол кісінің алты, соның 6 жылы Әлжіқан Мәжан деген кісі Қорғастың әкімі болған екен. Сол кісі паспортқа бір 10 семьяны, осы байсықтарды тіркеп, соны мен сонда 7 жастамын, білемін, мына Сарыжекке әкеліп пойызға тиеп жатты. Сонда бізді бір газет машинеге салып алып, осы баласыз алып келеді. Соның кейін, ана кітапты оқып отырып, әке шешеміз ашып айтпай тұр. Өйткені өздеріңіз білесіздер. Кезінде НКВД-дан көрген, КГБ-ны көрген, Қытайдың анау қылышынан қаны тамған заңдарының талайынан өткен адамдар ғой. Тарихтан қаншама қазақ қорлығын көрмеді. Содан әйтеуір жасырып, аңыз ретінде айтады. Сондағы айтқан тарихтарының ішінде баласазда бала күнімде әкем қасына аттарыңыз кесік тастың басына шығаратын. Сонда кесік тастың басында мен өзім ұлдардың арасында ол сияқты болып өстім. Ана тастың басына шляпасын қойып қойып мылтықпен атқызып, соны тағатып өскен қыз едім кезінде. Сонда ана демікпінің асуы көрініп тұрады неден. Өздерінің кезінде қапалдың жігіті кесіп тастады. Сонда ана демікпінің асуына қарап тұрып, сол аңыз қылып, сол жаңағы айтқан тарихтарды айтып береді. Алтын шаңырақ туралы қандай ертегі сияқты тыңдайтынбыз. Содан кейіннен мен жазуды бітіріп бергеннен кейін осы қапалдың бас жағынан түсіп қора жайлауы. Осы қора жайлауының жоғарғы мені ертпей кетті, балаларды ертіп үлкен шалдар кетті. Сол қораның ең басынан атпенен Қызылжар ата бабамыздың басына барып құранын оқимыз дейді. Соның кейін қапалдан кейін қапалға кетіп бара жатқанда ең бірінші бір бейіттер бар. Осы жерде Байболат бабамыз батырлар жатыр деп, әкем сол 78 жасында қайтыс болды. Сол жерден өткенде тұрып барып Құран оқиды ғой. Соның кейін Кәнекенің бейітінен енді бізге айтады ғой, мен болмасам да өтіп бара жатқан кезде тоқтап мәшінелерімен Құран оқып тәуіп қайтыңдар. Осы жерде мынау қазақтың атақты Кәнекесі жатыр. Соның арасында ата бабаларымыз жатыр дейді ғой. Сол сөзді Құран оқып жатыр. Енді әкем күйші еді. Шешем марқұм өте жыршы, әнші, сондай кісі еді. Ол кісі енді арғын еткен адамдар болсын, естілеріңіз башқа. Тілеміс Ақалақшы деген кісі болған екен, сол кісінің немересі енді шешем. Тілеміс Қара шешем деген аты болған қазақ шешем. Сонда осы Жаркенттің несіменен шекарадан өтіп, Ошаққа съезге қатынасады екен. Енді естігенімді, менің көргенімді сіздерге айтып жатырмыз. Айтып жатырмыз, енді бала кезімізге
совет заманында комсомол болдық, коммунист болдық, жүрдім біз. Қазір енді мынау әке-шеше айтатын жидатаны бастағанда Құдайназар бабамыз Құдайназардан бастаймыз деп, Құдайназардан кейін солдан берілген қысымын, сонда шешемдің ата-бабадан сақтаған енді ұйғыларымыз кішкене ашылсын деп, мына жерде музей қызметкерлері бар екен, ғалымдар бар екен. Осы 4 ададан сақталып келе жатқан ата-бабадан қазақтың тарихы, ауыз әдебиет, содан кейін осындай сақтар арқылы. Мен осыны сақтап жүрмін. Осының ішіне жаңағы ақылатшы деген біздіңше әкім ғой, мына балаларымыз. Ол біздің әкімі. Сондай мөрді сақтап екен. Осының мен бала кезімде көрдім. Жамбы деген шешем күміс мынандай бір баланың жүргенде. Соның мен бір уыс асылысы. Соны анау Қытайдан өткен кезде енді тексеріс қиыншылық өте не ғой, сонда менің бір балаға тіккен камзол болады екен, соған тіреп әкелген ғой күмісті. Осы енді осыны музейдің жігіттер көрінбесе. Өткізбеймін, көрсін дегенім сол сияқты енді осы отырған бәріміз әрқайсымыздың өзіміздің ата-бабамыздың тарихы бар. Соның бәрін қосқанда, оны мысалы Найман Жанайқын білген қойып, әр қазақтың кеудесіндегі тарихы, жинағы естіктердің жинай беретін болса, соған жанымыз ашитын болса, сонда қазақтың тарихы ары-қаратай сонда олар деп үміттенемін. Сізге баяндама берді ме? Мына жерде көптен айтыңыз, расында әкеңізге қыздарға бар Құран оқыды. Байболаттың басты бар Құран оқыды, Кәнекенің басты бар Құран оқыды. Біз ешқандай жерде ондай бір әңгіме естиміз деп ойлаған жоқпыз. Мынау енді таза факт қой, енді сіз бұл жерде болмады дегендер енді құлақтарын алдыңызға. Ал енді жалғасты, мына қысқа нұсқа сөйлеуіміз керек, біздің азаматтар содан кейін. Енді Өрбай Сұлтан деген ағамыз отыр мына жерде. Енді мына қызай, 4 қызай, етемген мегіс, бегінбек дебіспейді, бегінбек дебісінің атынан бір ауыз сөз айтыңыз. Тақайт. Ана бастаңыз. Жарады, мына ортаны бастаңыз, қыздар. Ортасын. Қыздар сұңған бері Assalamualaikum. Şimdi uzaklar Kızılak'ta yerleştirmiştik. Buraya gördüğünde tarihi yerinde Kıtay'ın tarihini çıktı. Oypay onu bir uyan degen bir batıl çıktı. Bu kanalımızda gördüğünüz Kıtay'ın yerinde bizim Kazak'tan batıl olmağa gibi oluyor. Abi böyle bizim hazır batılımız herkesin bir yere cevabına çıktı. O şeyi ıslatıldı. Bu neydi? Kıtay'ın kızdığı üyeti. Bizim gelişimde tarihi sabahını durulur aslında. Bizde Kazakların basını. Her birinin geldiği Kazaklarımız oluyor. Memleketlerin, Oğuzların, ayı basınların ülkenin olacak. Biz Kıtay'ın mutlu basınlarının da Bunların basını olacak aslında. Oyunun yazının geçtiği Oypay bize Kazakların basını durulur. Yerine bakıp kızlaşırlar. Olsun tanrıcaktan acı, sakalımızdan, Mukan, o siyah değil, tarihten kabarmak birliktir. Sen de buna canlısına gördün, Leşe Kazak'ın bahsediyordu, şunu uyguladı. Sabah öldü ufaklar. Bizim oyunumuzda son bahsediyor kaldı, ama o 80'li gezdirdi. Kıtaylı kuruluşu bir kere bahsediyor. Çok da yaptılar. O sırasında bahsediyor, daha önce Kazak'ın ballarında solumuzun Kazak bahsediyorlarının kesinlikle bağlı. Bugün casalarında енді ортамызда тағы мынау біздің шер ортамыздың ұрпақтары отыр енді. Сәрсенбек Мамын, сіз бір ауыз өзіңіз ойыңыз айтыңыз. Сен тағы бір азаматтар бар, артында ұсынысыңыз бар, бақылаз айтып бара келіңіз. Ассалаумағалейкум. Құрметті
Қазіргі бағы Жанқаш қойылдек анапты бір ауыз ұсынысын бар. Жанқаш аға, ал енді айтарыңыздар. Ассалаумағалейкум, барлық оқушы, барлық туыстар. Мына ағамыздың конференция ашып отқан алғай келіп, астамысып келгендеріңізге рахмет. Мен мына Құдай Назарбаевадан есептегенде 11-ші ұрпағым. Құдай Назардың есенгенде біздің Kelenbay Şahray деген кісінің ұрпағымыз айтпақшы сөз бұл жерде айтайын. Шахрай деген қасиетті әулие кісі бар, әулиелігін танып ол кісі ертерек осы өңірде Алакөлдің, Жалаңашкөлдің жағасында 1736 жылы туылып, 1832 жылы қайтыс болыпты. Сол кісі күні бүгінге шейін Жалаңашкөлдің жағасында елдер барып, сол кісі Құран оқып тұрады. 2013 жылы біз сол кісіні жиып, күнбелін қайта қойып, жаңғырып қойдық. Бұның атты жағыменен серпеліп, күнбелі еріп отырып, күнбе салған екен. Азыр сол күнбелді қозып кетіппіз, қайта жаңғырып қойдық. Ердің айтар сөз, соны да ескеріп, мына кісілер осы жердегі соны ескеріп, осы мұратқа кіргізуін сұраймын. Жақсы, жарайды, Құдай Назарбаевамыздың орда отырады. Я Шағдай бабамның есімі Жалаңашкөлдің бойында жатыр ғой. Я Бұйырсағанды да осында жүргізуде бұл жерден қасиетті жерге жатқан. Ол назарбаевамыз. Енді келесі сөзді жәге бәрзәдәді айтыңыз ғой, Байболат Болсын. Сол Байболат Болсын ұрпағы. Сол бір ауыз сөзді. Сіз басқа барталап келсеңіз. Ясын қаляқ бар. Ал енді өзіңіз ойыңыз. Жарайды, туысқандар. Барлықтарыңызға рахмет. Енді уақыт байланысымен айтатын сөздерімізді қысқартып айтайық. Мына Жетісу облыстық Айтам деген пәріз апылмайды. мәдениет мұратындағы Арбас Қарқыновтегі Ақсолдың әкімшіліктегі туысқандар қоттап, мына Құдай Назарбаевамыздың шайқасындағы жұмысты бастап бергенде үлкен рахмет айтамыз қандастарымызға. Енді сіздерге қоятын талап, бұдан кейін де Құдай Назардың ұрпақтарынан шыққан ұлағатты адамдар көп, зираты осы жақта. Енді бұл ауылымыздан жаққа көшкенде, қашып көшіп деп қараймыз. Қазақ неге көшіп келгенде жер қорып шекарамен көшіп жүрген ұлтпыз. Енді оның бәрін айтып отырсақ, сіздерді біраз зерттеп қоямыз. Енді осымен біріне салыстырып айтқанда, Қарақытайда Қызай елі мекенде отырғанда, жаңа апайымыз айтып отыр. Мәншүк өкіметті қараймыз деп Қызай елі екіге бөлінген. Сонда бір бөлігі Мәншүк өкіметіне Алтай елге көшкен. Сонда бір бөлігі Байболат деген кісі 19-18 мен Мәншүк өкіметіне қарамай, мен қазақ елінде боламын, не көрсем деп, қайта жағын бастап көшіп, Советтер бабамыз кешікті деп отырған, Жалғыз Ағашқа келіп, Қаратал бойында мекен деген. Кейін олардың әскери рөлге кетті дегеннен кейін ол кісі қайтты. Осы жерде дәнеке батыр, есімдік қажылардың көмегіменен ол кісінің ара жақта болыстың елінде тартып келгеннен кейін ол кісінің болыстың қолына іс келетін қазақ ұлт үшін іс келетін адам екенін құрметтеп осы жерде Ағашқа көшіп, Қаптағаймен қосып болыстық берген. Бұл 1888 жылға дейін. 1888 жылдан 1895 жылға дейін осы 700 болыс болған. Қаптағай елімен Қызайдың ошаққа көшіп келген елде. Демекші әңгіме осы кісінің зираты әзір мына аэропорттың ішінде Арғынның батыры Айбастың жанында тұр. Біз бірнеше барып бізді кіре алмадық. Сіздерге естеріңізге сала кетейін деп аңыз болса, аңыз қылып отырдым. Алдыда Құдай қаласа өздеріңізбен жолығамыз. Соны біраз ескеріп, мына Құдай Назарбаевамыздың ұрпағы ода Қызайдың осы екі мемлекетке есі қосқан адам біраз қарастырып, кішкене бір шымшық топырағын алып бір жерге қойуға көмек қолдарыңыз тием екен деген ескере кетейін. Қалған әңгіме айтсақ. Жақсы. Уақыттарыңыз албай, рахмет, аман болыңыз.
енді соңғы бір ауыз сөз мынау енді құдайымыздан бабадан енді жол кетесіге соттан келді 3 едім. Соның кенжесі соттан келді атаның әулетінен бір минуттық бір сөз. Жандыбек Мағазұлы сосын аталар Марвалы. Ассалаумағалейкум. Мен соттан келдім, Құранболат Құдайназардың 9-шы жылы. Өзімнен өтіп атай саналында Құдайназардың мен 9-шы жылы. Біз енді сол жақта Қытайда естіп елімізде Құдайназар батырды Гүлайым қызымен бірге 100 батырмен бірге жоңғар шапқыншылар кезінде 3 сөтке жолды торап асылдан жауды асырмай жерін қорғау үшін құрбан болғанын деп естіп келгенбіз. Осы жаққа келгеннен кейін іздестіре бастадық. Әрбір жерлерден іздеп көрдік, кісінің қай жерде жатыр. 2019 жылы осы Имаш бар, және бір кісі бар, төртеуміз сол немереге шықтық. 100 батыр, 100 бар, қыз дейді деген. Сол жақта екендігін білдік. Содан кейін ізденістен қалып отырған дүниелер енді бүгінгі отырысымыз. Біз енді бұрын Қытайда естігенімізбен бұл жердегі әңгімелер негізінен бірдей болып қалды. Сол кезде естігенімізді осы әңгімелерді жерді көрдік. Сондықтан барлықтарыңызға осы атсалысып жатқандар рахмет. Одан бастап әлімізде қалған күндерді айтпаймын. Abi sen başka bir evet. Құдайназар әкеміздің 3 баласы болған еді. Әкеміз содан кейін Жолымбек деген. Сонда Жолымбек кейін айтады екен інілеріне. Мен таңертеңгі бардым, сіздермен кішірек қалдым. Сонда мына екінің балалары сөйлеуімсе, мен Жолымбектің баласын неге сөйлемеймін? Birazdan biz onu bilmedik de siz. Жоқ, Hadi aytınız ya. Niye aytınız? Бүгін қазақтың бұрынғы батырларын ұстап жатырмыз. Қазақтың батырлары бұрын 40 жылдан қорғап келді, би шешендері қазақты ішкі қайшылықтан қорғап келді. Сондықтан қазақтың батырлары мен билерінің ролы өте жоғары есептейді. Енді мына Құдайназар батырдың кезінде былайша айтқан кезде қазақта үлкен бетбұрыс кезеңі болып жатқан еді. Яки жоңғар қазақтармен соғыстың ең соңғы шегіне жеткенеді. Яки Аңғарбай шайқасымен, одан кейін Қызылжар шайқасы, тағы басқа қазақтың бірнеше түрлі шайқастары болып жатқан еді. Сол шайқастарда осы бабаларымыз елден еңбек сіңіріп, өзінің мәңгілік дұшпанын көзін жойып деген. Яки ол жойылмаса біз жойып кетуіміз мүмкін еді. Ал бүгінгі күнге келген кезде осы батыр әкеміздің соғыс өнері дәріптерімізді бағанасы. Бұл соғыс өнері өте ерекшелігіне қатты бұған қуанып отырмыз. Себебі бұл біздің әскери салада да дәріптеліп жатқан соғыс өнері. Бұдан кейін де осындай соғыс өнері дәріптеп, бұны біздің ұрпақтарымыздың санасына сіңіруіміз керек. Рухы өлмейтін ел қашан да өлмейді деген. Әзір мысалы ютубтерді көріп балалардың бәрін. Әзір соғыс болып жатыр, шекаралар бұлда. Сондықтан біз мына соғыс болатын болса, біз басшыларымыз. Айтамыз, бүйтеміз. Біздің рухымыз биік болса, ешкімге басылмаймыз. Біз мәңгілік жеңіске жетеміз. Былайша айтқанда қазақ мемлекетін мәңгілікке жалғап қаламыз. Сондықтан бұны ұрпақтар тарататын үшін сіздер ертең еңбек етіңіздер. Былайша айтқан кезде мына оқушылардың тарих сабақтарына кіргізу керек болса бабаларымыздың еңбектерін. Мен мына Құдайназар батыр әкеміздің 10-шы ұрпағы болып келемін. Ақын Мұхаммед Яшев. Жақсы burada biz endi алдында да biz endi Жолымбет атаның экспедицияда балдарымыз екшіміз балдар едік, олар келгісі келмес. Сосын сол кезде сіз болдыңыз ғой экспедиция. Иә, міне жерде дәліздердің аты бар болады.
дәрежені өзгерген жоқ. Енді сізді мен танымайды екенмін. Дәреженің ағасы болған мен. Ағасы болсын. Біз дәрежаны мына сөзге жазып қойғанбыз, ол дәреженің мына жерде аты жөнді өзі жоқ қой. Енді сіздің келгеніңізді білмей қалдым. Өйтпесе біз жолбек ағатаның ұрпақтарын көрмейміз ғой. Сіздер енді бас үлкен ер ағаларсыздар ғой. Бұйырса келесі нелерге дәрежені сізді шақырып сізге қатысып отырсыз. Сол жолбек ағаға сіздер өкіл боласыз. Жақсы, онда басқа сөз сөйлемдегілер жоқ болса, біз тәрбиелесем ұсыныстар дайындағанбыз. Қазір бұйырса соны оқиын, сонымен осы жинасын қорытындылайық. Абайсыздар, қымбатты көпшілік, енді мынау бүгінгі қыздар шайқасын енді баяндама оқығандар бар, жарыс сөзге шыққандар бар. Сонымен бірге біз осы конференцияны ұйымдастырудың алдында осы еліміздегі талай үлкен тарих ғалымдармен де хабарластық, сөйлестік. Енді біздің бұл конференциямыз облыстық қанды конференция болғаннан кейін біз ана үлкен ғалымдарды бұл жерге жинай алмаймыз. Ол енді республикалық, тағы да халықаралық конференциялар, бұл өзі жөнді жолдар бар ғой, бұл жерде ғалымжан нәбиұлы қазір өзі түсінесіздер. Бірақ бүгін біз облыстық деңгейде мынандай мәселелерді қарастырып, осындай мәселелерді шешсе деген бірнеше ұсынысымыз бар, сол ұсынысымды айта кетейін. Бірінші ұсынысымыз Қызылжар шайқасы қазақ батырларының ер қорғау жолындағы тізе қоса ұрыс жүргізген ерлік шайқасы деп танылып, Қызылжар шайқасы болған Қызылжар асу мен жергілікті тұрғындар Жүзоба және Қызбейді атап кеткен қорым, Құдайназар батыр мен Қызылгүлай және қазақтың 100 сарбаз жерленген жер, Қазақстанның жергілікті маңызы бар қасиетті нысандар тізіміне енгізуге жол ашылса деген ұсыныс. Екінші, өлкетанушылар мен тарихшылар Қызылжар шайқасы туралы болған уақыты туралы қазір неше түрлі дерек бар. Бүгін осы конференцияда 1697, 1698, 1699 деген сияқты сан цифрлар айтылды. Бұдан бұрынғы тарихшылар отырып дейді, солардың зерттеуінде 1705 жылы, 1693 жылы, 1711 жылы, 1716 жылы өтті деген сияқты неше түрлі сан цифр бар. Бірақ мына конференцияның міндеті біз өлкетанушылармыз. Біз өлкетанушылардың тарихи оқиғаны танудың өзіміздің жолымыз бар. Бұл мына цифрлардың қайсы дұрыс емес. Бұны алдағы уақытта біз тарихшы ғалымдармен, деректанушылармен бірлесе отырып, осы шайқасын зерттеп жүрген адамдармен анықтаймыз. Бірақ өлкетанушылардың тәртібі бойынша біз бұл Қызылжар шайқасы 17-ші ғасырдың соңы мен 18-ші ғасырдың басында болған шайқас деп қасиетті нысанға енгізуді қолға аламыз. Енді қалған аталарды енді кейін кірсе тағы осындай дөңгелек үстелдің басында осы елімізге белгілі танымал тарихшылар олармен сөйлесіп жүрміз. Және Нұрған апайымыз айтты, анау Астанадағы саяси қоғам қайраткерлері бар, солармен бірлесе отырып оны шешеміз, ол тарихшылар міндеті. Ал өлкетанушылар міндеті осылайдан тұрақтандырдық. Үшінші, шайқаста мерт болған 100 батырдың ішінде Құдайназар батыр мен Қызылгүлай туралы дерек сақталған. Алдағы уақытта қалған 98 батырды анықтау үшін жүргізілді. Бағана Қызылбай ақсақал айтты, бұл 98 батырдың негізінде қазақтың 100 батыры. Алданның батыры, Сұлбаның батыры, Жадайдың батыры, Төрткөлдің батыры. Енді бұл біз қалай жүргіземіз дегенде және еңбек аға кетті. Біз алдағы уақытта осы жерде мысалға 5 қор бар бізде. Үш ата қоры бар, Жадайдың, мына жақта Мұхамеджан Тыныш Байбатанның қоры бар, сондай қорлар бар және. Төле бидің қоры бар, Сависун жігіттер қорлар бар. Олардың алдында біз алдында телефонмен сөйлескенбіз. Сол қордың жетекшілерімен, сол қорда белсенді азаматтар, Өрбай орнатып, Ақсуда бірнешінде қамшылдап қолы келді жәге, өзіңізде боласыз соның ішінде. Осы қордың жетекшілерімен және де сонда белсенді шешіліші азаматтармен бірлесе отырып, бұйырса осы 98 батырды анықтаймыз. Ол енді бүгін ертең біте қоймайтын шығар. Мейлі ол жылдарға соғыс адам еді, әйтеуір оның түбіне жетеміз. Бұл үшінші ұсынысымыз. Енді оны бағана Ермек аға осы өзін айырып айтамын. Ермек аға Алматы облыстық ардагерлер, Жетісу облыстық ардагерлер кеңесімен бірлесіп отырып жүрсек деген ниетіміз. Ал төртінші мынау Қызылжар шайқасы болған қорымен орынғайдың тарихи мәдени қорғау орталық ғалымжан өзі бастап барып сөйлеп беруі қойып қайтты. Бірақ оны көп жұрт білмейді. Ал оған баратын бірнеше жол бар, соның ішінде мынау қапалар жете берсе, шын құлақтан болатын жол бар. Мүмкін болса міндетті
Ақсу ауданының әкімінің орынбасары ғазиз отырсын, жалғас отыр қапал ауданының әкімі сол Шымбұлақта Қызылжар шайқасы осыдан км жерде болған деген сияқты бір белгі қоюға бір демеу көрсетілген өте күшті болар еді. Бұл кейбір хабарлар агенттіктер көріледі мұражатта деген сияқты. Бесіншісі, Қызылжар шайқасы мен жүзоба қызметі жетісу. Бесіншісі, мына Қызылжар шайқасының жүзоба бұйырса жетісу облысы қорында елдің туристік нысандары сызылады. Өзі бөлікшілер мен Алматы облысы болды. Болса осы Қызылжар шайқасы болған жерді осы жетісу облысының туристік картасына енгізуге жетісу облыстық туризм басқармасы құрылғаннан кейін мәдениет қорғау орталық ұсынысты жолдасаңыздар, сол жерде мүмкіндігімізді кіргізсек, ар жағынан мысалы Қорашатқал тұр, Қорашатқалдан бері жерде Қызылжар шайқасы тұр, мына жақта бағана Баласасымыз тұр, Арыстанның үстін Бөрібай батырдың ескерткіші ана жерде қатысады, мына жақта Ілияс атамыздың ескерткіші тұр, мына жақта көтетін жатыр, қандай керек соның бәрі бір туристік нысан болатын болса, баламызды көрікке сатып бір айдан шығатын болсақ, бүкіл тәрбиені қабылдап аламыз ғой деген нәрсе. Бұл бесінші. Алтыншысы, біздің жерде Тынышбаев атынан музейдің күрәшті шақырып отырмыз. Біз енді күрәш сізге мынандай бір өзіміздің өтінішіміз бар. Енді Қызылжар шайқасын көрдіңіз, болғанын көрдіңіз, ақиқат екенін білдіңіз. Мүмкін болса сіздердің сол музейлеріңізден бір осындай бір метрде болса орын берсеңіздер, осы Қызылжар шайқасының тарихы және сондағы Құдайназар батыр қызын Құдайым енді біз алты Құдайым суретін сыздырамыз. Солардың және де бұл батырлардың жағы бір десек дүниелер бар, соларды біз дайындап берсек, сол музейге бір кішкентай бұрыш берсеңіздер. Мүмкін болса енді қарастырсаңыздар дегенсіз ғой енді. Біз ол қалған жұмыстарды біз өзіміз жасап келеміз бәрін. Сол жерде енді барса біршілерін айтып енді сол мәселені ұсыныс ретінде тәртіптермен қорғау орталық еді. Конференцияны ұйымдастырған, енді ұсыныс ретінде сіздерді жолдайтын шығарсыздар музейге. Енді мына Архиптен келіп отыр, Архиптен. Мына Талдықорған мемлекеттік архиві. Маған айтты, Қызылжар шайқасы туралы әр зерттеуші әртүрлі жазып жүр. Енді осыдан біз ойластырғанымыз Архиптен Қорашат. Бірақ Архиптен Қорашат жұмыс өте қиын. Мен өзім биыл Алтас отбасының жеке отбасының қорына шығып өшірген жігіттер бар, біз қандай отыр. Енді сенден айтатын ұсынысым осы, өйткені бұл Алтас отбасының жеке отбасының қорына тек біздің әулеттің адамдарының жәрдемдерін қояды жүрген басқа біз келісімді солай жасаған болатын. Енді бұйырса осыған тағы да сол себеп келісімді қайта қарап, сол арада әулеттің отбасының қорының жанынан Қызылжар шайқасына бір басқа бір ден ашылып, Қытайдағы зерттеушілер бар, Ошақта зерттеушілер бар, басқа сөздер жарияланған материалдар бар. Сол жерде топтастырсақ, және өнерге сен айттың, мысалы студенттер, одан арабай ғылыми зерттеу жұмыстарда жүрді, сол Талдықорған мемлекеттік архив бұйырса жетісу облыстық архив болады ғой. Сол архивтен барып осы Қызылжар шайқасы туралы керекті мәлімет алып отырса, біз ол жерде 13 тілде ағылшынша, орысша, қазақша дайындап береміз. Латын төрде жазып және де төрде жазып критикамен жазылған нұсқада олардың негізгі нелерін дайындап береміз. Одан оны біз интернетке салсақ, одан шетелден де мысалы халықарадан да сол сендердің арқылы енді сұраныспен сол Қызылжар шайқасы туралы дүниені ала алады деген ниеттеміз. Сондықтан сіздерге осындай өтінішіміз бар. Сол қордың жанынан Қызылжар шайқасына қатысты бір іс-шаралар. Қолдайсыздар ма? Сегізінші, алдағы уақытта Қызылжар шайқасы болған асумен мына жүзоға болған жерде біз Қапал орман шаруашылығын шақырып едік. Енді Қапал орман шаруашылығы жәнеке өзің білесің бе жәнеке? Қазір өзің білесің. Жылда олардың әлі ағаш егеді деген сияқты жоспарлар бар. Тура сол болған қорымға сол жерге келді, солардың іс-шарасына кіргіздім. Енді біз өзімізге енді сол ағаштарын берсе, қалай егетінін көрсетсе, былай жерлерін белгілеп берсе, біз өзіміз бар осы азаматтар, осы жігіттер жаяу барсақ та сол жерге егіп ары қарай абаттандыру жұмысын жүргізсек. Ана жер енді ашық жер. Енді сол ары қарай енді қарағайдан өсіп тұрса, шыршадан өсіп тұрса, ана жағында бір кішкентай көлшік бар. Көлшіктің айналасында сол өзімізде сондай ағаш белгілерімізді апарайық. Шетелден әкелсек де. Сол жерде бір былай келген кезде, көрген кезде адам бір демалып қайтатын өйтіп қапал басатын жоқ қой. Өздеріңіз санасып жүрсіздер. Біз сапармен де барасыздар. бір демалып отырып қайтатындай орын жасау деген ағаш жағынан жағдайда сол қапал орнын шаруамыз қатыстық дейміз. Қазір ол да сіздің құлағыңызға алдыңызға бірлесіп жұмыс жасап. Ал енді тағы бір ұсынысымыз бар. Құдайым Құдайымыздың ерлігін әкелген ұрпаққа бағана Құдайымның ерлігін айттық. Енді осы Құдайымның ерлігін ұрпаққа өнеге ету керек. Бұл жерде Жамал Қасымбеков, Жамал сізді шақырып отырмыз. Сіздің енді бағана айттыңыз, өзіңіздің осы аналар кеңесінде көптеген іс-шараларыңыз бар, мектепте өтетін іс-шараларыңыз бар, басқа аудандарда өтетін іс-шараларыңыз бар. Міне осы іс-шараларыңызға осы Құдайымның ерлігін насихаттайтын бір пункт қоссаңыз, біз оның барлық жоба жоспарын біз жасап береміз өзімізге.
ол кісі туралы тағы да қандай бір жәдігер тағы бір жасап берсек, иә, соған сіз көмектессеңіз өте жақсы болар еді. Енді былай айтқанда алдыда атқаратын біраз үлкен шаруалар, үлкен жұмыстар бар. Бізде осы бағанада айтып жатыр, осы жетісу жердің өзінде анықталмаған шайқастар көп. Мысалы, Қаратал шайқасы бар, анау Алакөл шайқасы әлі өз бағасын алған жоқ. Қалидың басында қаншама шайқастар бар әзір. Бар, айтылады, аңызда шежірede айтылады, бірақ ақиқатына жеткен жоқ. Сондықтан біз ақылдаса келе былай деп шештік. Біз Қызылжар шайқасы өлке танушылардың қоғамдық бірлестігін құрып, осы жұмыстарды қарай жалғастырсақ деген ниетіміз бар. Осы конференцияның хаттамасына осы бірлестікті құру туралы ұсынысыңызды енгізіп берсеңіздер құлалық болар еді. Бұл енді қалды сізге. Қысқасы біздің енді мынау конференциядағы негізгі ұсыныстарымыз осындай. Осы ұсыныстардың бәріңіз қолдайды. Осы жерде негізгі өкілет органның адамдары отыр. Енді қалғандар енді тәрбие бәйгемен қолдау орталық ұсынысымен хатпен жолдайтын шығар. Енді жұмыстарға өздеріңізбен сөйлесеміз, жүргіземіз. Жерлерде мәдениет басқармасынан келіп отырған өзіміздің қарындасымыз бар енді. Бұл қарындасым кішкене мұнға ағылар сөйлесін дегенге сөз берген жоқпыз. Бірақ рахметке келген, мына жұмыстан басқасында отыр, басшыларына жеткізесін. Сонымен қымбатты ағайындар, біздің бүгінгі Қызылжар шайқасы Құдайберді батыр бастаған 100 сарбаздың тарихи рол деген конференциямыздың негізгі баяны осылай болды. Бұл бұнымен бітпейді. Алдыда бағана айттым, ардагерлер кеңесімен бірлесе отырып, қорғанның жетекшілігімен кездесу ұйымдастырамыз. Аналар кеңесімен бірлесе отырып, Құдайберді қыздың көтерудің жоба жоспарын жасаймыз. Музеймен жұмысымыз тұр, архивпен жұмысымыз тұр. Қысқасы жасалатын шаруалар алдыда шашылды. Сол кезде сіздердің қолдаушыларыңыз орасында деген ниеттеміз. Мен сөзім осында. кішкене көңіліне мысал айтып тұрсаңыздар, біздің Әбдібек деген ағамыз бар екен. Осы Қазанжанға беретін кішігірім сыйым бар дейді, енді не беретінін білмедім. Ол кісі енді өзі беретін шығар, қандай сый береді енді. Құдай назар баба атынан берген деп отыр ғой. Маған енді беріңіз.
Arada atamız Kazak'ta bir yolası bir de tabii belge zayıf olsun söyleyeceğiz aslında yapmak. Abi size kumarın köprüsüne dağılır, çıkıp bir suya geçiyor, bir Ал барша қызайларым, осымен Құдайназар Батыр туралы бастаған компрессиямыз, бас қосуымыз аяқталды. Бас қосудың нәтижесін өздеріңіз көріп жатсыздар. Іс оңға басып жатыр. Барлық жұмыстар жақсы. Міне Талдықорған қалалық тіл сарайындамыз. Осы тіл сарайында бас қостық. Міне барлығымыз осы жерде болдық. Ардамызда болыңыздар. Ары қарай көптеген жаңалықтар болады. Тіркеліңіздер. Әрқашан ардамыздың бас аяғында болуларыңызды сұраймын. Көп рахмет. Аман болыңыздар.